Саламатсыздар қыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының омега-3 өнімі жайлы болады. Омега-3 дегеніміз не үшін оны біз ішуіміз керек, қай жағдайда біз оны ішпеуіміз керек. Бүгінгі тақырып сол. Сонымен омега-3 дегеніміз не? Омега-3 дегеніміз бұл май қышқылы, полиненасыщенный жирный кислоты деп атайды. Бұның адам денесінде синтезделмейді, тек қана сыртқы ортадан организмге түседі. Негізгі көзі бұл балық және теңіз балдырлары болып табылады. Сонымен оның қызметі қандай? Бірінші кезекте адамның денесіне бұл құрылыс материалы болып табылады. Қан тамырларының қабырғасы, одан кейін бүкіл клеткадағы органдағы мембраналардың, мембрана деген клетканың қабығының құрамына кіреді. Одан кейін гормондарды жасауға көмектеседі. Осындай бір керек зат. Сонымен біріншіден қызметі бұл строительный, екіншісі бұл адамның денесінде холестеринді төмендетеді. Холестерин білесіздер, бұл организмге өте керек нәрсе, бірақ холестериннің екі түрі болады. Біреу плохой, біреу хороший деп бөледі. Хороший деген бұл липопротеид высокой плотности деп атайды, и плохой деген липопротеид низкой плотности деп атайды. Бұл екеуі де организмге керек, бірақ жаңа плохой холестерин бұл адамның денесінде жиналып қалатын, қан тамырларын бекітіп қалатын, атеросклероз ауруын шақыратын сондай бір қасиеті бар. Атеросклероз білесіздер, бұл қан тамырлардың іш жағынан бекітіліп қалуы. Бұл қан қысымы жоғарылаған кезде қан тамырлар жарылып кетуі мүмкін, одан кейін инфаркт, одан кейін инсульт деген асқынулар бар. Содан адамдар инвалид болып қалады, немесе адамдар қайтыс болып кетуі мүмкін осы жағдайға байланысты. Сондықтан омега-3-ді ішкен кезде ұзақ уақыт бұл холестериннің несі мөлшері азаяды, содан кейін қан тамырлары тазарады деп есептейді. Сондықтан кімге қолданады бұл жағдайда? Бұл қан қысымы жоғары адамдарға, одан кейін сахарный диабеті бар адамдар оны қабылдау керек. Одан кейін ожирениемен страдать ететін адамдар. Не себептен холестерин низкой плотностью көбейіп кетеді? Бұл адамның темекі шеккен кезде, арақ ішкен кезде, сонымен қатар семіздік кезінде болады. Тамақтың құрамында майлы және қантты майтылы тамақтардың, одан кейін қанттың көп болуы, ұйқы безінің, одан кейін надпочечниктің, одан кейін щитовидканың ауруларында кездеседі, одан кейін кейбір бауыр, одан кейін бүйрек ауруларында холестерин көбейіп кетуіне себеп болады. Сонымен қатар вирустық аурулар. Осы себептерге байланысты холестерин бізде көбейіп кетуі мүмкін. Сонымен бұл екінші жағдай, үшінші жағдай бұл гормондарға байланысты. Холестерин омега-3 бізде гормондарды жасап шығарады. Екі түрлі гормон бар организмде, бізге керек қазір барлық гормондарға жасауына көмектеседі, бірақ основной екеуін айтқым келіп отыр. Біреу эстроген, бұл әйелдерде көп болады, одан кейін тестостерон, бұл ер адамдарда көп болады. Омега-3-ді ішкен кезде эстрогеннің жасап синтезі көбейеді. Жеткілікті мөлшерде болған кезде жүкті әйелдерде түсік тастау азаяды. Бұл сондай арнайы зерттеулер жүргізген. Одан кейін менопауза кезінде омега-3 қабылдаған кезде не болады? Симптомдар азаяды. Прилив азаяды, адам депрессияға кішкене азырақ түседі. Көңіл күйі, шаштың түсіп қалуы, тырнақтың сынуы сияқты, терінің тез қартаюы сияқты сондай өзгерістер менопауза кезде кішкене аз болады. Одан кейін сүт бездерінің рагында кездесе болады, білесіздер, сол омега-3 қабылдаған кезде солардың саны азаяды. Одан кейін менструальный боли деген бар, әлгі дисменорея деп аталады. Бұл көбінесе подростковый возрастта кездеседі, сол ауырсыну сезімі азаяды омега-3 қабылдаған кезде. Одан кейін босанғаннан кейін білесіздер, әйелдер адамдарда кейде депрессия болады. Сол депрессия омега-3 қабылдаған кезде кішкене азырақ болады. Сонымен қатар зерттеулер жүргізілген, жүкті әйелдер омега-3-ді қабылдаған кезде олардан туған балалардың IQ кішкене жоғары болады. Осындай жағдайлар бар. Сонымен қатар омега-эстрогеннің көп болуы бұл әйел адамның шашына, тырнағына, терісіне жақсы әсер етеді. Бұл жасырақ көрінеді. Әйел баласын кішкене жас көрсетеді омега-3 егерде жеткілікті мөлшерде қабылдайтын болса. Ер адамдарға не үшін керек? Ер адамдарға біріншіден бұл эрекцияны жақсартады. Жыныстық қатынастың уақытын созады. Сонымен қатар оның сперманың саны менен сапасын жақсартады. Бұл көбінесе бесплодие кезінде қолдануға болады. Одан кейін ер адамның белсіздігінде, ер адам жасы келгенде, кім енді біреу 35, біреу 40-тан асқаннан кейін әлсіздік байқалады. Сол жағдайда біз беруіміз керек адамдарға. Сонымен енді бұны қандай адамдарға береміз? Біріншіден қан қысымы жоғары адамдарға, давлениесі 140-тан жоғары болған кезде бұл адамда уже қан қысымы бар, давление деп есептелінеді. Ол адам давлениесі бар деп есептелінеді. Сондықтан 140-тан давление жоғары болған кезде барлық адамдарға.
Одан кейін екіншіден мынау менструация бұзылған кезде бұл әйелдерге байланысты. Бұл кішкентай подростковый возрасттан бастап менструация бірінші келгеннен бастап мына климаксқа дейінгі жастағы әйелдер қандай да нарушение болатын болса, менструация бір келіп бір келмейтін кезде сол үшін беріледі, міндетті түрде беруіміз керек. Одан кейін ер адамдарға мына семіздікпен страдать ететін, болмаса шаршап жүрген, болмаса жаңағы жыныстық қатынаста проблемасы бар ер адамдардың бәріне омега-3 біз беруіміз керек. Так, одан кейінгі тағы да кімдерге? Жасөспірімдерге. Бұл салмақ, одан кейін бойды өсіруге қажет. Содан кейін мынау қатты миға нагрузка түсіп жатқанда, особенно мына студент балдарға, соларға омега-3 ішсе болады. Жалпы адам шаршаған кезде. Одан кейін осындай жағдайларда біз оны береміз. Одан кейін тағы бір айтады кететін жағдай, мына зрениені улучшать етеді омега-3. Ол өйткені мидың жұмысын жақсартады, а көз мидың жалғасы болып табылады. Сондықтан көзді нашар көре бастаған кезде омега-3 міндетті берілу керек. Қандай қарсы көрсеткіштер бар? Біріншіден аллергиялық реакция болуы мүмкін. Екінші, мына бүйректе одан кейін өтте тас болса, біз омега-3-ді бермейміз. Себебі егерде сұрасаңыздар, мен оны отдельно жауап беремін, қазір тым ұзақ болып кетеді. Одан кейін туберкулез ауруларын да бермейміз, щитовидканың ауруларын да бермейміз. Одан кейін поливитамин қабылдап жатқан кезде омега-3-ді бірге ішуге болмайды, өйткені бұл жерде де витаминдер бар. Мынау витаминдердің саны көбейіп кетуі мүмкін адамның денесінде. Одан кейін геморрагический синдром дейді, мына адамның денесі ұстаған кезде көгеріп қала беретін жағдай болса, сол жағдайда біз оны бермейміз. Сонымен қатар витамин А, одан кейін Д көп болатын болса организмде. Осы жағдайлар қарсы көрсеткіштер. Қанша уақыт қабылдаймыз? Бір капсуладан күніне бір рет қабылдаймыз. Ұзақтығы адамға индивидуальды. Егер адам шаршап жүретін болса, уақытша бір сондай күш алғысы келсе, ол бір ай мөлшері, бір ай жеткілікті. Өйткені адам бір капсуладан күніне бір рет ішкен кезде 3 күн 4 күннің ішінде өзін жақсы сезіне бастайды. Ол бұл кісінің аппетиты ашылады, одан кейін жұмысқа деген ынтасы ашылады, таңертең ұйқыдан жақсы ерте тұрады. Адамға бұл өте көп күш береді. Әйел баласы болсын, ер баласы болсын. Холестеринді төмендетуге, болмаса да басқа да жаңағы нарушение менструального цикла болған кезде бұл ұзағырақ ішеді. Бұның арасын үзудің қажеті жоқ. Тоқтатпай жыл 12 ай іше берсе де болады омега-3-ді, өйткені бұл табиғи өнім. Біріншіден, екіншіден бұл организмге сырт жақтан күнге түсіп отыру керек, адам өзі синтезировать ете алмайды. Сондықтан бұның ұзақтығын өздеріңізге қарап, өздеріңіздің жағдайларыңызға қарап таңдап аласыздар. Бұл жерде 2 күн іш, одан кейін 4 күн демал деген ондай сөздер жоқ. Мүмкіндігінше ұзақ ішу керек, өйткені бұл организмге күнге қажетті өнім болып табылады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, лайк қойыңыздар, подписка жасаңыздар.